Жұрттар не істеп жатсың дейді. Мынау жантақ шөбі. Бұл адамның ағзасына пайдасы өте зор. Қайнатып ішкенге. Бұл жалпы жантақ шөбі далада өседі. Енді мен бір рет жаңағы Құлсары қаласына барғам. Сол кезде жаңағы бір аталарымыз, ағайындарымыз болған. Жаңағы түйесі бар, көп мал бар. Сонда жаңағы бір күн сонда көмектесейін деп, маған шөп шауып бер деп жаңағы бізді жіберді. Ағайындар болып сол жерге. Содан қолымызға күрек беріп қойды. Орақ жоқ. Мен енді ауылдың баласымын. Кезінде жаңа бидаяқтардың бәрін орып қалған, ой кәдімгі. Күрекпен жайлауға келсек, тек қана осындай жантақтар толып тұр бұл жерде. Мен айтамын, мен мынаны орамыз ба? Иә, осыны күрекпен шауып, соны тиеп аламыз, сосын үйге алып кетеміз дейді. Мен енді менсінбей тұрмын. Мынау шөп па деп малға. Бұл керім шөп. Сен не менсінбей тұрсың ба дейді. Иә дейді. Мынаны алда, біреуін алда жеп қараш, көк алманың дәмі шығады дейді. Сосын тұрдым да бүйтіп, ерінбей осыны жұлып алып, тістеп, жеп қарасам, шынымен де көк алманың дәмі шығатын адам бар ғой. Қазір еститін бұрқырапты көк алманың дәмі шығатын адам. Содан жаңағы жантақпен солай таныстық қой. Ояқта жаңағы көп осындай жантақтардың бәрін жаңағы түйелер жейді. Енді жалпы медицинада бұл жантақ адамның ағзасына өте пайдалы екен. Көптеген жаңағы бүйрек ауруы, жаңағы бауыр, өт, асқазан, жүрек, қан тамырларына бәріне де пайдалы бұл. Пайдасы өте керемет екен. Жаңа қазақта да сөз бар ғой. Жерің болсын жантақтан, қатының болсын қалмақтан дейді. Енді соған меңзеп айтқан болар, өйткені бұл жантақтың пайдасы өте зор екен. Сол себепті бұны енді қазір мен осылай кесіп, мынандай етіп, қуыратып, арғарай шай қылып қайнатып ішемін. Бұл енді біздің Атырау өңірінде өте көп жантақ, бірақ жұрттар осының пайдасын білмей жатады. Шынымен де шөп ішкеннің, яғни қайнатып ішсеңіз, бұны пайдасы өте зор. Сондықтан ауырып дәрі іздегенше ауырмайтын жол іздейік.